Бүгінде емханалардың жанынан COVID-19 және пневмония белгілері бар науқастардың ауруларының асқынуының алдын алу, стационарда емделгеннен кейін үйге шығарылғандардың саулығын бақылауға және созылмалы аурулары бар пациенттерге үйде қызмет көрсетуге, жүкті әйелдер мен балаларға көрсетілімдер бойынша патронаж жұмыстарын жүргізуге құрылған мобильді бригадалардың жұмысы денсаулық сақтау министрлігінің тікелей бақылауымен жүзеге асуда. Біздің де қалалық емханада дәрігерлер мен медбикелерден тұратын 3 мобильді бригада маусым айынан өз жұмысын бастап кеткен. Вот на начало у нас было по мобильным группам вместе с детскими вызовами до 83-85 вызовов за день. Қазіргі уақытқа дейін мобильді бригадалар балаларды қоса алғанда 785 шақыртуды қабылдады. Карантин басында 12 сағаттық жұмыс күнде 75-тен 83-ке дейін шақыртулар тіркелсе, қазір бұл көрсеткіш тәулігіне 15-20 шақыртуларға дейін азайып отыр деп хабар етті емхана өкілі. Мобильді бригаданың қызметкерлері жеке қорғаныс құралдарымен, пульсоксиметрлермен, байланыссыз термометрлермен және басқа да қажетті көмек көрсету, сол жерде кеңес беру құралдарымен қамтамасыз етілген. Мұнымен бірге оттегі концентраторлары да жеткізілген. Мұның барлығы жедел жәрдем қызметтеріндегі қолға алынған жаңа жұмыстар. Мұндағы мамандардың мәлімдеуінше, ем шаралары телефонмен кеңес беру арқылы да жүргізіледі. Участковый врач, участковые медсестры, дежурные врачи обзванивают и открывают больничный пациентам. Егер науқас үй жағдайында карантинге орналастырылса, қызметкерлер телефон немесе үйіне бару арқылы күнделікті жағдайын бақылауға алады. Науқастың жағдайы жақсармаса, провизорлық стационарда қандай емдеу шаралары жүргізілуі тиістігін анықтау мақсатында бригада тағы да қанның оттегі мен қанығуын, дене қызуын және ауру деңгейін тағы да тексеріп алуы тиіс деп отыр денсаулық саласының маманы. Қазіргі уақытта коронавирустық инфекцияны емдеуде қолданылатын дәрі-дәрмектерді жеткізуге тапсырыс берілген. Олар науқастарға тегін түрде берілетін болады. Бүгінгі сын сағатта медицина мамандары өз өмірлерін қатерге тіге жүріп қызмет етуде. Бұл ретте ауруханада қауіпті дертпен бетпе-бет келген дәрігерлермен қатар науқастың үйіне барып ем-дом көрсететін мұндай мобильді бригадалардың да жұмысы жеңіл емес. Ендеше ақ халатты абзал жандардың еңбегіне қолдау білдіріп, әр адам бүгінгі сақтық шараларына бейжай қарамауы тиіс. Өйткені басты байлығымыз адам денсаулығы мен өмірі екен ұмытпасақ игі.